Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен Ключ от всех дверей фильміне шоу жасаймыз. Киноны аяғына дейін көріңіздер. Сұрақтар болса, комментарийге жазыңыздар. Кино бастала салысымен бір қыздың ауырып жатқан шалға бір кітапты оқып беріп жатқанын көреміз. Сол арада шал бір тауларды елестетіп жатқанын байқаймыз. Қария көзін жұмады. Қыз тексерсе пульс жоқ. Бәрі түсінікті. Шалдың туыстары келмеген соң заттарды қоқысқа алып барып таста деп айтады. Бірақ қоқыста басқа да қайтыс болғандардың сондай жеке заттардың жатқанын көріп, ішінде бір нәрсесі оянып, оны тастаудан бас тартады. Үйіне қайтар жолда газеттен жақын жерде кісі қараушы жұмысы бар екендігін көріп, қаламсаппен белгілеп алады. Кешке құрбысымен жолығып, жаңа жұмыс таптым, соған ертең кетем деп айтады. Құрбысы неге деп таңғалады. Қыз қазіргі жұмысымда адамдарға зат сияқты қарайды. Ең бастысы ол адамға қамқорлық екендігіне ешкім мән бермейді деп мұңын айтады. Құрбысынан қыздың бармақшы өңірі батпақ пен аллигаторларға толы, адам бармайтын жақ екендігін түсінеміз. Құрбысының қалшы дегеніне мән бермей түнді бимен өткізіп, ертесі көлікпен жолға шығады. Картаға қарап жүріп, әйтеуір адам жоқ, талдарға толы бір жеке жайға келіп жетеді. Үйге жақындап еді, есік ашық, тып-тыныш. Асханаға жақындайды. Біреу тамақ ішкендей, немесе енді ішеді. Тамақ қайнап тұр. Аулаға шығып еді, ақыр адам көреді. Ал артынан бір еркек келіп, жылы амандасады. Қыздың да атын білеміз, Кэролайн. Қолындағы затын құлатып алып, аты Маршал, адвокатым деп өзін таныстырады. Андағы еркек қартайды. Әйеліне де әрдайым қарау оңай емес деп айтады. Әлгі қарияларды таныстырады. Күйеуі Бен Девера, әйелі Вайлот Девера. Бірақ әйел жақтырмағандай, сен бұл үйді түсіне алмайсың деген түсініксіз сөз шығарады. Тіпті бұрынғы қараушысы да кетіп қалған екен. Ал күйеуі болса инсульт болып, мүлдем сөйлеп жүре де алмайды. Қыз кетпекші болып еді, Маршал әйтеуір дегенде көндіріп алады. Құрбысы абай бол, қариялардың арасында жүріп, өзінде қартайып кетпе деп қимай қоштасады. Келерде бензин таусылып, жанармай бекетіне келіп, магазинге кіре берсе, есік алдында себілген қызыл құмды көріп ішке кіреді. Мұнда да тып-тыныш, тек жануарлардың басы мен шыбындар. Кенеттен арғы жақтан бала дауысы шыққандай болады. Жақындап еді, мынаны көреді. Кемпірді дереу бір қыз ары алып кетеді. Қыз артына қарап қалып еді, үркіген қыз ақшасын беріп, дереу ол жерден зыда қалады. Жаңа қонысына келіп жайғасады. Бөлмесіндегі айнасына қараса, ол қиғашынан тұр. Әйелді шақырып басқа бөлмеге барып еді, онда тіптен айна алынып тастаған. Көптеген бөлмелер арасында зорға шал жатқан бөлмені тауып алады. Тірі екенін көзінен ғана білуге болатын шал қыз сөйлеп жатқанда қолын ұстап алады. Зорға дегенде қолын, әйел келгенде ғана жібереді. Шал қызға бірнәрсе айта алмағандай сыңайлы. Вайлот қызға күйеуіне не беру, қалай қарау, бәрін түсіндіріп береді. Мұнда қашаннан бері тұрасыз деген сұрағына, біз мұнда 62 жылы келдік. Бізден бұрын ағалы сіңілі тұратын дейді. Олар үйді ата-анасынан алып, кішкентайынан осында өскен деп түсіндіреді. Ол екеуінің суретін алып қалып еді, артқы жағынан тағы бір сурет түсіп, онда ағалы сіңілінің артында тағы екі адамның тұрғанын көреді. Артына аттары да жазылыпты. Папа Джустифай және мама Сесиль. Үйде 32 бөлме бар деп, қорапшадан барлық бөлмені ашатын кілт алып қызға табыстайды. Сыңары бар. Ол өзімде деп айтқан сол еді. Қыз тағы да бөлмедегі айнаның орны бос екендігін байқап қалады. Қыз неге деп сұрайды. Қартайғанда бетіме қарағым келмейді деген оңай жауап алады. Ертесі жұмысына кірісіп шалға қарай бастайды. Сыртта әйел гүл тұқымын шатырда ұмыттым, барып келе қойшы деп жұмсайды. Қаусап қалған шатырға келеді. Тіпті жарық та жоқ. Арғы бұрышта бір нәрсенің дауысы шығып жатыр. Жаймен жақындайды. Қорапшаны алып қалып еді, арғы бетіндегі есіктен біреу шыға алмай жатқандай болып көрінеді. Ашпақшы болады, жабық, кілт салады. Бірақ кенеттен өзі кірген есік өзімен өзі жабылып қалады. Есікті жайынан қалдырып кетіп қалады. Қыз кеткен соңда есік жай-жай қимылдауын тоқтатпайды. Әйел алдынан шығып қалып, қорапты қолынан алады. Қыз неге шатырдағы есікке кілт түспейді деп қызығады. Әйел, ол ма? Ондағы есікті ешкім аша алмады деп жөнмен кетпекші еді. Қыз айтқанынан қайтпай, инсульт алғанда Бен шатырда болды ғой деп сұрайды. Әйел солайды шығар деп жауаптан қашады. Кешке жаңбыр жауады. Қыз шомылуға душқа кіреді. Өзіне кішкене айна қойып алады. Бірақ бөлмеде біреу бар тәріздес көрінеді.
Ал ұйықтап жатқанда үйде жарылып жатқан ыдыстың дауысы қызға маза бермейді. Дауыс қайдан шығып жатыр? Түсініксіз. Ал шалдың бөлмесіне кіріп қалса, ол жоқ. Басқа бөлмелерді көреді. Жоқ. Ақыры сыртқа қараса, шатырдың дауысын тарсылдатып, жаңбыр астында еңбектеп кетіп бара жатқан сол екен. Бен ақыры жерге құлайды. Әйел де келіп жетеді. Ол жүре алмайтын еді ғой. Дегеніне әйел дәрісін дер уақытында бердің бе деп қарама-қарсы сұрақ қояды. Бөлмесіне барып, коляскасын алып келмекші болып еді, көрпешесіне маған көмектес деген жазуды көреді. Ал коляскаға отырғызбақшы болғанда шалдың оған бір нәрсе айта алмағанын көреміз. Ертес азданмен қыз сыртқа шығып, Беннің қайда қашқысы келгенін анықтамақшы болады. Маршал келгенде оған түнде жазу жазылған көрпешесін ашып көрсетіп еді, бірақ жазу жоқ. Қыз жігітке сырын ашып, әкеммен дұрыс сөйлеспей, ол ауру екендігін кеш білдім деп өкінішін жаяды. Шалдың оған көмектес деп айтқысы келетіндей көрінетіндігін де айтып береді. Кейінірек қыз тағы да шатырға шығып, әлгі есікті ашпақшы болады. Ішіне қыстырғыш салып көріп еді, кілттің бір бөлшегін тауып алады. Біреу әдейі сындырғандай. Кілтті дұрыстап салып, ақыры ашады. Бірден ішінен шаң соғады. Ішіне кірсе, кукла, жануарлар басы, ал артына қараса сияқты бастарды көреді. Ішінен қызыл кітап көзге түседі. Ашса өңкей ескі фотолар. Осы үйдегі үй қызметкерлерінің кітабы олар. Бір бетінде сиқыр тәрізді суреттер тұр. Астында жоғары деңгейлі сиқыр деп жазылған. Тағы қараса мынандай жүзік тауып алады. Сыртта әйел қызды шайға шақырады, бірақ қыз жоқ. Мына жақта қыз ары қарай тексеріп, сыртында сиқыр суреттерімен қапталған ескі пластинкаларды көріп қалады. Бетінде Папа Джустифайдың құрбандығы деп жазылған. Бір құтыны да көріп, ішіндегіне беймәлім. Бірақ әйел келгенін естіп қалып еді, банканы түсіріп алып, ол жерден кетуге асықстайды. Әйел кіріп келе жатқанын көріп, пластинканы түсіріп алып, өзі тығылып қалады. Бірақ әйел кіргенде пластинкасын алып үлгергенін көреміз. Әйел ешнәрсе байқамай кетіп қалады. Сол сәтте орнынан тұра салып еді, беттері шаң-шаң айналарды көреді. Пластинканы алып, білдірмей қалаға жол тартады. Ол жақта әлгі пластинканы естіп көреді. Ішінде бір еркек өзінше бір нәрселер айтып жатыр. Құрбысы Джесс келіп қалады. Кэролайн соның үйінде отыр екен. Сыртқа шығып, құрбысы ондағы дауыс худуға ұқсас екен дейді. Қыз оны бөліп, бәлкім вуду шығар деп еді. Жоқ, вуду бұл дін, ал худу бұл ырым, сиқыр сияқты нәрсе деп айтады. Қорықпа, оған сенбесең саған зияны жоқ деп, худуға қызығатын туыс әпшем мұнда келеді деп бір киім жуатын дүкенге алып барады. Бірақ кіруге батылдары бармай үйіне оралады. Ертесі азанда Вайлот күйеуінің бөлмесіне гүл ұстап кіріп еді, кіре салып, қолынан түсіп сына кетеді. Бөлмеде айна тұрған көрген екен. Дереу қызға барып, ешқандай айна қоюшы болма деп қатал түрде ескерту жасайды. Қыз қайта келіп, әлгі бөлмеде не болған, болмаса кетем деп ультиматум қояды. Сыртқа шығып, темекісін түтетіп, әйел әңгімесін бастайды. Ол бөлмелердегі заттарды жайдан жай алып шығаруға болмайды. Бұл біздің үй болса, олардың да үй екендігін ұмытпауымыз керек дейді. Қыз түсінбейді. Әйел айтады, 90 жыл бұрын мұнда фамилиясы Торп деп аталған банкир өмір сүрген. Ол кедейлерді алдап, көп ақша көтеріп алған қатыгез адам болған дейді. Онымен бірге үйінде отбасы және бірнеше құлдары өмір сүріпті. Олардың есімі өздеріңіз түсінгендей Мама Ситиль және Папа Джустифай болған екен. Торп ол екеуінің сиқыршы болғанын білмеген болып шығады. Ал ол екеуі сен болған бөлмеде өмір сүрген деп көрсетеді. Кезінде олар жақсыларға көмектесіп, жамандарды жазалап отырыпты. Ал Торп үшін ол екеуі жай ғана құл болған деседі. Сөйтіп, бір күні Торп үлкен отырыс жасап, ылғи байларды шақырады. Қонақтардың бірі балалармен қоштаспақшы болады екен. Бірақ олар жоқ. Мас болған ересектер балаларды іздеуді ойынға айналдырып, үйдің бәрін аралай бастайды. Сөйтіп, қонақтардың біреуі шатырдан дауыс естіп, Торп сонда барып қалса, шеңбердің ішінде отқан балаларды көреді. Ал қастарында гипноз тәріздес күйдегі екі құл тұр. Дәл қастарында әлгі пластинкадағы еркектің сөздері шығып тұр. Екі құл балаларға худу сиқырын үйретпекші болған екен. Балалар оны өзіміз үйренгіміз келген дегенде ешкім сенбей, әлгі екеуін сыртқа шығарып, талға алып барып дарғасады. Мас, ызаға берілген адамдар тіптен оларға от тастап жағып жіберіпті. Кейін ақша арқылы у-шусыз істі жауып тастаған екен. Бірақ содан соң Торптың банкі банкрот болып, артынша өзінің әйелін атып, өз-өзіне қол жұмсаған екен. Ал балалары 62 жылға дейін осында тұрған екен. Бірақ бізге неліктен әлгі бөлме ылғи жауық және де үйде неліктен бірде-бір айна болмаған жайлы сөз етпеді деп баяндайды. Әйел, олар шынымен де айнада деп ойлаймын. Күйеуімді мынандай хәлге алып келсе де, менімен олай жасауға жол бермеймін деп
айтады. Осы әңгімеден кейін сіз де кетерсіз деп қапаланып қалады. Ал кешке қыз сыртта жүріп, есігі ашық сарайға кіріп, әйел үйін сақтау үшін қолданатын қызыл құмды көреді. Кейінірек Бенді жуындырып отырып, көзіне су тамып кетеді. Айна алып сүртпекші болып, әруақтар айнада қалайша көріну мүмкін деп өзіне сұрақ қойып еді, шалды сол сөзімен ойландырып қояды. Тіпті көзін айнадан алмай қояды. Қыз оны алып, жай еркекке жақындатып ашып қалып еді, еркектің түрі бұзылып, айнадан қашпақшы болғандай әрекет жасайды. Осыдан кейін істің анық қанығын түсіну үшін әлгі киім жуу орнына келеді. Кіріп еді, арғы жағында есік көріп, ішке кірмекші болады. Тағы табалдырықтан қызыл құмды көреді. Іштегі әйелден неге адамдар олай себеді деп еді, әйел оған саған жамандық тілеген адам одан асып өте алмай деп жауап береді. Кэролайн құрбысына келіп, туысының берген заттары өтірік болса да, Бенге психологиялық тұрғыда көмектесу керек деп айтады. Құрбысы тасташ сол шалды, кім ол саған деп еді, қыз жанашыр болғандықтан оған көмектескісі келеді. Түнге жақын әйел ұйықтап жатқанда үйге келіп, әлгі әйел айтқан нәрселерді істеп Бенге алып келеді. Қыз істеп жатқанына сенбесе де, шалға сізді біреу сиқырлап тастаған деп арнайы ритуалды іске асырады. Алайда бір қарасақ, шалдың тырысып қалған қолы босаңсығандай болып көрінеді. Найзағай тарс етеді. Камера жақындайды. Шал бір нәрсе айта алмай жатыр. Ақыры сөз шығады. Сол сәтте бірден бірінші қабатта ұйықтап жатқан әйелі оянып кете салады. Шал тағы да қинала бір сөз айтады. Көмектесші. Кэролайн бұның бәрі шын болғаны ғой деп сиқырға сенгендей болады. Кемпір есікті тоқылдатып бастап еді, шал қиналып заттарын шашып тастайды. Кэролайн асықса жинап үлгереді. Қыз айтыңызшы не болды деген сәтте қолын созып есікке кіріп келген әйеліне көрсетеді. Бірақ қыз әйелге жай су алып келдім деп алдай салады. Ал түнде ұйықтап жатқанда әлгі үй қызметкерлері пластинкадағы дауыстар түсіне кіріп жаман түстер көре бастайды. Кейбіреуінен беймәлім біреу оның шашының бір бөлшегін кесіп алған, аузын жіппен тігіп жатқан көреміз. Қыз шыдай алмай шошынып оянып кетеді. Қайта жатайын деп кішкене айнасына қарай салып еді, бөлмеден біреу шығып кеткендей болып көрінеді. Артынан шығып еді, бірақ ешкімді таба алмайды. Ертесі азанда бәрінен шаршаған қыз үйден кетейін деп чемоданын жинай бастайды. Бірақ сыртта отырған шалға қарап, артынша әкесі екеуі түскен суретке көз тастап, әкемді құтқара алмасам да шалды құтқарайын деп фотоаппарат алып, шатырдағы заттарды суретке түсіріп, Маршалға алып келеді. Маршал қыздың айтқанына күмәнмен қарап, олар мені Бен инсульт алғанда өсиетнама жаздыру үшін шақырып алды деп айтады. Одан кейін бірге бұрынғы қараушыға барады. Қараушы қыз менің ойымша еркекті ондай халге түсірген әйел деп айтады. Соңында сіз ырымға сенесіз бе деп сұрайды. Кэролайн худуға сенбесе адамға зияны жоқ деп есептеймін деп жауап береді. Қараушы қыз сөзін онда ол жерден оған сенбей тұрып тезірек тайыңыз деп ескертеді. Одан кейін Маршал екеуі үйге кетіп бара жатып, осындағы үйлердің бәрі осы худуға сенеді деп бір үйге келіп ілінген сүйектермен жердегі қызыл құмды көрсетеді. Ал арғы жақтағы бір үйден тапқан пластинкалардағы тәріздес дауыс естіп, сонда аттанады. Ішке кіріп, орындықта отырған бір кемпірді көреді. Андағы дауысты білем деп еді, мән бере қоймайды. Артынша Джастифай деген еркекті танисыз ба деп еді, жалт етіп қарап қалады. Бірақ оларды көрмейді. Өйткені кемпір соқыр. Қыз бұл пластинка менде де бар деп айтады. Кемпір ондағы естігенің ең қуатты сиқыр. Оны Джастифайдың өзі ойлап тапқан деп айтады. Бірақ оны қолданып көрмес бұрын, оны және де әйелін өлтіріп тастаған. Бірақ та сиқырды сол күйі ешкім таба алмапты деп баян етеді. Қыз ол сиқыр не істейді деп тағы сұрақ қояды. Кемпірдің жауабы ол адамды өлімнен құтқарады, мәңгіге емес, уақытша. Тағы сұрақ қалай? Кемпір айтады құрбандыққа басқа адамның өмірін шалып, оның сүрілмеген өмірін тартып алу қажет. Қыз асыға шал маған ғана үміттене алады деп әлгі үйге аттанбақ болады. Жолай жігіт тоқтатып әйелді соттау үшін дәлел керек деп онымен бармауды шешеді. Қыз жалғыз өзі үйге келеді. Бұл жақта әйелі күйеуінің шашын алып жатыр. Бірақ қыздың даусын ести салып, сиқыр кітабын алып, оны ашып, өзіне керек бетін жыртып алады. Қыз болса чемоданын ашып еді, пластинка жоғалып кетіпті. Артынша сырттағы сарайға барып, ол жерден қызыл құм алып алады. Кемпір болса толық қауырсыны алынбаған тауықты кесіп, бір нәрсе әзірлемекші. Сол мезетте қыз өз бөлмесінің табалдырығына қызыл құм сеуіп, тексеріп көрмекші болғандай әйелді өзіне шақырады. Әйел табалдырыққа келіп, не болды деп еді, қыз келіңізші, мұнда су тамшылап жатыр-ау дейді. Әйел кірмекші болып еді, құмды сезгендей тоқтап қалады. Әйел жоқ, мен тамақ дайындаймын, кейін деу деп кетпей тұрып, сүлгіңді ал деп еді. Қыз қолын созып әдейі
күйі тұрып алады. Әйел сол күйі кірмейді. Сосын қызға жылы лебізбен Бенге дәрі берген соң менімен тамақтануға шақырамын деп айтады. Бірақ қыз Беннің дәрісін суға құйып, өзі отырып алып қанттарға бір дәрі сала бастайды. Одан кейін басты бөлмеге ауысып, ас ішіп отырған екеуін көреміз. Қыз қантпен шай ішсеңші деп айтады. Әйел жоқ, бүгін ішпеймін деп тұрып алады. Қыз мен неліктен шатырдағы әруақтар күйеуіңізді сиқырлап тастады, ал маған тиіспеді, соны түсінгім келеді деп айтады. Әйел бәлкім бірінші оған сену керек шығар деп жауап береді. Жарық сөніп қалып еді. Әйел шам алып келемін деп өзімен қантты қоса алып кетеді. Қыз сәтті қолданып бокалына тағы да ұйықтататын дәрі құйып үлгереді. Әйел келіп еді. Қыз күйеуіңізге не істеп тастағаныңызды айтыңыз деп тұрып алады. Әйелі атып тұрып, күйеуім менікі, не істесем де өзім білемін дей салып еді. Басы айналып қыздың Бенді алып кетемін деген сөзін естіп, әлсіреп қалтасынан парақша алып бормен шеңбер сызбақшы болып еді. Қыз оны алып қояды. Әйел болса талып қалады. Қыз парақшадан жоғары деңгейлі қорғаныс дуасы деген сөз оқиды. Асығыс болып әйел бөлмесіне барып пластинканы таппақшы болып кроватты итеріп қалып еді. Астынан шеңберді көреді. Ақыры пластинканы және де еркектің көмектес деген көрпешесімен, қызыл құммен, тіпті өзінің кесілген шаш бөлшегінде тауып алады. Құйып тұрған жаңбыр астында еркекті коляскаға отырғызып, көлігіне зорға дегенде кіргізіп қашып кетпекші болады. Бірақ құлыпталған дарбазаның есігін бір-екі рет соғып көргенмен аша алмайды. Мына жақта әйел есін жия бастайды. Қыз аулада машинасымен теңселіп жүр. Оны соғып, моторын өшіріп алады. Асықыстап еркекті сүйрелеп жүріп, сарайға алып келіп, бетін жауып, сізді тастамаймын деп шығып кетеді. Әйел болса үйдегі мылтығын алып, қызды аулауға шығады. Қараңғы түнекте қызды көре алмай жүрген сәтті қолданып, Кэролайн жақын арадағы қайықты көріп, әйтеуір қиналып болсын, ол жерден қашып үлгереді. Сәлден соң бір үй көріп, одан әрі машина ұстап, Маршалдың үйіне жетіп алады. Әбіршік кеткен қыз келе салып болған жайтты түсіндіре бастайды. Еркек қызды сабырға түсірмекші болғанда әйел қоңырау шалып қалады. Еркек айтқандарын диктофонға басып аламын, қорықпаңыз деп арғы бөлмеге кіріп кетеді. Еркек сөйлесіп жатқанда қыз бір ән естіп пластинкаға жақындайды. Таныс дауыс. Маршалдың заңға қатысты кітаптарын ақтарып, ең астынан өзінің суреттерін көріп қалады. Қызық, неліктен қызды аңдып түсірген екен. Одан әрі 3 жылан басты жүзікті де көріп қалады. Қыздың көзі дірілдей бастайды. Арғы жақтан асықпай келе жатқан Маршалды көреміз. Қыз шатырдағы бөлмені ашпақшы болған сынық кілтті тауып алып еді. Артынан Маршал келіп буындыра бастайды. Талып қалған қызды байлап, жаңбырдан кейінгі ауа райымен машинада отырғызып, әлгі үйге алып бара жатыр. Таң қаласың, өмір деген қызық. Әрдайым жаңадан туылып, өмірді жаңа көзбен көресің, сосын өлесің. Бірақ мен өмірдің ол сәтін әлі сезбедім деген біртүрлі монолог жүргізе бастайды. Қызды сүйрелеп, ақыры үйге қайтадан алып келеді. Қыз сол жерде, сіздерге ол емес, мен құрбандыққа шалған тиімді қоя, ал сен неге оған көмектесіп жатсың деп зарлай бастайды. Маршал бастаймыз ба деп еді. Әйел Бенді таппағанша бастамаймын деп қыздан қайда ол деп сұрай бастайды. Қыздың есіне, өзінің бөлмесіндегі қызыл құм есіне түсіп, Беннің қайда екенін әйеліне айта салады. Әйел қызға тиіспей тұра тұр деп шығып кетеді. Ақыры өлем ғой, әкенің суреті қасымда болсыншы деп Маршалды алдамақшы болады. Ол көніп, артынан ере бастап еді. Өзінің қызыл құм себілген бөлмесіне кіріп, есікті жауып үлгереді. Арғы жақта әйел сарайға кіріп, үстіне жабылған бір нәрсені көріп, ашып қалып еді. Қайшымен шабуылдай кеткен күйеуін көреді. Бірақ еркек оған еш зиян тигізе алмайды. Қыз мына жақта сыртқа шығып, Маршалдан қашып, қолын жіптен ажыратып алады. Екеуі байқап қалып еді. Әзер дегенде шарбаққа мініп, жоғарыдағы әйел бөлмесіне кіріп, құтыдағы 2 қызыл құмды алып үйге себе бастайды. Еркек дәл қасына тұр, бірақ құмнан өте алмайды. Соңғысын сеуіп жатыр еді. Есікті әйел ашып қалып, қыздың басынан ұстап алып, бетіне бір нәрсе үпіріп, ары қарай екеуі күресе бастайды. Қыз әрең дегенде әйелді 2-ші қабаттан құлатып үлгереді. Бөлмеге кіріп алып, соңғы 911-ге қоңырау шалып, жағдайды үркіген дауыспен түсіндіре бастайды. Ал мына жақта Маршал әйелді лифтке отырғызып, қыздың қабатына көтеріп жатыр. Артынша құрбысы Джилге қоңырау шалады. Әйел еңбектеп жақындап келуде. Кэролайн бәрін түсіндірмекші болып еді, телефонның сым тетігін алып тастайды. Әйел Кэролайн деген сөзбен есікті тоқылдата бастайды. Қорыққан қыз үйдің төбесіне шығып кетеді. Бірақ сол сәтте құтқарылу орнына ол өзінің қақпанға алып келгенін түсінеді. Ритуалды іске асыру үшін барлық нәрселердің дайын тұрғанын көріп шошынады. Бірақ берілмеймін деп қағазды алып ішіндегі заттарды іздеуге кіріседі. Бірақ әйелдің үпірген нәрсесі әсер етіп, қыздың көзі бұлыңғырлай бастағанын көреміз. Күкірт.
борт, шам мен шаш және соңғысы қан, осыларды табу керек. Асығыстап жүріп бәрін тауып, ритуалды қағаздағыдай орындай бастайды. Еңбектеп келе жатқан әйелге қыз: сен маған жақындай алмайсың, мен шеңбердемін деп ескертеді. Бірақ әйел күлімсіреп тұрып, айнаны көрсетіп: қателестің, мен емес, сен одан шыға алмайсың деп одан сайын шошытады. Білесің бе, біз осы сәтті әбден күткен едік деп әйел жайтты түсіндіреді. Мен істеген, айтқаның барлығының мақсаты сені сендіру. Адам бұл нәрсеге сенбесе, оны іске асыруға болмайды. Сондықтан сенбей тұрып, тайып қалуың керек еді деп шымияды. Пластинка қосылды. Маршал арғы жақта ішінен дуа оқып шаммен келе жатыр. Талуға әзер қалған қыз бұл сандыраққа сенбеймін деп өзін өзі алдамақшы болады. Әйел оған айнаны көрсеткенде ішінен осында өмір сүрген әлгі кішкентай қызды көреді. Артынша қартайған әйелді көреміз. Одан әрі үйде қызмет еткен Сесильді көреміз. Бәрін түсінген шығарсыздар. Әйел жалмауыз кемпір сияқты айқайлап тұрып айнаны қызға қарай итеріп жібереді. Сенбеймін деген қызға айна соғылып, шамдар сөніп, қыз бен кемпір де қосылып талып қалады. Сәлден соң үйге сөнген жары қайта келеді. Қыз сол жерде көзін ашып, орнынан тұрып, әйелге жақындап, жерде жатқан шылымымен оттығын алып, алғысымды білдіремін балақай деп оны түтетіп алады. Маршал келіп: Сесиль, барлығы жақсы ма деп сұрайды. Қыз болса: рахмет, Джестифай деп атын атайды. Джестифай адвокатты да иландыру оңайға соқпап еді дейді. Сесиль келісіп, барған сайын адамдарды бұл нәрсеге сендіру қиындап бара жатыр деп айтады. Сесиль: негізімен қара болғым келіп еді деп кішкене қапаланады. Джестифай: жоқ, қайта мына әйелден қайда жақсы деп жаңа денеге өтуіне қуанады. Әйелдің денесіне ауысқан Кэролайн оянып, бетін ұстап, кәрі әйелге айналғанына сенгісі келмейді. Сесиль тағы бір монолог айтып, көп адам құрбандықтың мәнісін түсінбейді. Негізі ол оңай, жай ғана ауысу, алмасу деп айтады. Ал Кэролайн болса, мені бұл денеден шығарыңдаршы деп өтініп жатқан кезде қызға қаламаса да ақсу ішкізеді. Таң атысымен ол жерге қыздың құрбысы Джилл жетіп келеді. Сөйтсе полиция мен жедел жәрдем одан бұрын келіп қойыпты. Ішке кіріп, емшілерге әйел инсульт алған деп сендіріп жатқан Кэролайнға: бәр жақсы ма, маған қоңырау шалдың ғой деп сұрайды. Қыз есімде жоқ деп адвокатқа өзін оның құрбысымын деп таныстырғанда ғана: иә, саған қоңырау шалдым деп темаға кіріп кетеді. Ал шынайы әйел денесіне жатқан Кэролайн дәрі берген соң мылқау сияқты сөз айта алмай қалады. Қыз шал мен кемпірдің қасында адам болу керек деп құрбысына солармен баршы деп өтініш жасайды. Джилл әрине деп кетпекші болып еді. Адвокат Кэролайнның оларға жасаған қамқорлығы ұмыт болмай, ол екеуі үйді қызға қалдыратын өсиет жазып кетті деп хабарлайды. Жедел жәрдем көлігінде өздерінің денелерінен айырылған кезінде жас, бірақ қазір қарияға айналған байқұстар бір-бірінің көздеріне қараған күйі қалып кетеді. Ал мына жақта Сесиль қолына жүзік тағып, өзінің келесі өмірін сүруге дайындалмақшы. Достар, ал сіздер сенесіздер ме?